Қыздар, баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ірімшік қосылған тәтті печеньені рецептін сіздерге ұсынамын. Дүкеннің печеньесіндей болып шығатын керемет шайға арналған тәтті тіспасар. Астына қажетті ингредиенттерді көрсетіп жазып кеттім. Ендеше бірге жасайық. Алдыменен ірімшікті аламыз. Ірімшіктің майлылығы маңызды емес. Үстіне жұмыртқамызды жарып, сары майымызды қосып, қантымызды қосып, араластырып аламыз. Май міндетті түрде комнаталы температурада болуы қажет. Кейін қопсытқышты ұнымызға қосып аламыз. Араластырамыз да ұн өткізгіш арқылы өткізіп, массамызға қосатын боламыз. Және де тұз қосамыз. Мен ол ұмытып кете беремін. Араластырып, ұн өткізгіш арқылы ұнымызды қосамыз. Енді қолымызбенен қамыр илейміз. Бұл жерде жалпы қамырға 350 грамдай ұн қажет, бірақ сіздердің ұндарыңызға байланысты және де жаңағы ірімшіктеріңізге байланысты қарайсыздар. Немесе көп керек болады, немесе аз керек болады. Бірақ шамамен 350 грамм ұнайтында. Дайын болған қамырымызды тоңазытқышқа 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Ішінде жаңағы ірімшік қосылғандықтан менің ірімшіктерім ірілеу болды қолданған. Тіпті блендерменен бірінші үгітіп алуға болады, бірақ маған осылай ірі болған ұнайды. Кейін нанымызды алып жайып шығамыз. Қалыңдығы шамамен 1 сантиметрдей болу керек. Тіпті жұқалау етсеңіздер де болады. Ірімшік қосылғандықтан жалпы қамыр кішкене қаттылау болады. Сол себепті қаншалықты жұқа етіп жая аласыздар, сонда жаясыздар, бірақ шамамен 1 сантиметр. Енді дөңгелек мен стакан қолдандым. Сол арқылы осылай барлық қамырды дөңгелек етіп кесіп аласыздар. Ұнға аунатамыз да 3-ке бүктейміз. Сонда міне осындай әдемі фигура болып шығады. Мен алдыменен өзім қалай жасаймын деп эксперимент түрінде жасап көргенім ғой. Осылай барлығын кесіп алып, алдын ала формамызды дайындап аламыз. Форманың үстіне пергамент қағазын төсейміз. Бөлек бір ыдысқа аздап қант салып аламыз да, қантқа аунатып, ортасынан бүктейміз, және де тағы да бүктейміз. Сонда сіздер 2 бүктейсіздер. Міне 1 бүктедім, және де тағы да 1 бүктедім. Сонда осындай әдемі фигура болып шығады. Барлығын осылай противенге тізіп шығасыздар. Қантқа малтамыз, ортасынан 1 бүктейміз, тағы 1 бүктейміз. Қантқа аунатамыз, ортасынан 1 бүктейсіздер, тағы 1 бүктейсіздер. Барлығын осылай жасап шығасыздар. Түк қиындығы жоқ, бірақ жаңағы кез келген фигурада жасауға болады. Қыздар, ол міндетті емес менкінде жасау, бірақ осылай жасаған фигура шыны керек өте әдемі көрінеді. Тіпті қонақтарға келген кезде жасап үстелге қою үшін де өте керемет. Жеуге де өте ыңғайлы. Сол себепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Қантқа аунату қажет болады, ол енді міндетті түрде. Барлығын аунатып шығып 180 градуста, менікі шамаменен 30 минуттың ішінде пісті. Мен кейін осы жаңағы печеньенің үстіне қант септім ең соңында, бірақ ол міндетті емес. Міне дайын болған печеньеларым осындай әдемі болып шықты. Барлығын осылай ыдысқа қойып аламыз. Шыны керек бұл жерде менде шам жақсы түспейді, сол себепті жаңағы печеньенің түсі сондай салқын түсті болып тұр, бірақ шын мәнінде өте керемет болып шықты. Мен сахарная пудраменен қант ұнтағын үстіне септім. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер.